Физика 11 сынып қорытынды аттестаттау емтиханы 4 сұрақ. Массалары 400 грамм және 200 грамм шарлар бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалып келіп соқтығысады. Соқтығысқаннан кейін олар тоқтап қалады. Егер бірінші дененің бастапқы жылдамдығы 0,3 метр бөлінген секунд болса, онда екінші дененің жылдамдығын есептеңіз. Бұл импульстің сақталу заңының формуласымен шығарылады. Біз алдымен берілісін жазып алайық. Масса берілген. М1 тең 400 грамм, ол 0,4 килограмм. М2 200 грамм, ол 0,2 килограмм. Және олар бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған. Соқтығысқаннан кейін тоқтап қалған. Яғни соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтары 0-ге тең V2 және V1 0-ге тең. Және екінші дененің жылдамдығы берілген. Ол 0,3 метр бөлінген секунд. Кешіріңіздер, бірінші дененің жылдамдығы берілген. Бізге табу керек екінші дененің жылдамдығы қанша екен табу керек. Онда біз импульстің сақталу заңының формуласын жазайық. P1 қосылған P2, яғни соқтығысқа дейінгі қозғалысты импульстарының қосындысы соқтығыстан кейінгі импульстерінің қосындысына тең. Соқтығыстан кейін олар тоқтап қалғандықтан соқтығыстан кейінгі импульстер 0-ге тең болады. Енді ашып жазайық. P1 деген М1 V1 импульстың өзі массасы мен жылдамдығын көбейтіндісіне тең. М2 V2 тең 0 деп жазамыз. Себебі соқтығыстан кейін олар тоқтап қалған. Енді екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалды дегендік үшін ортасы минус болады. М2 V2 0. Енді М1 V1 тең М2 V2. Осы жерден V2-ні табамыз. М1 V1 бөлінген М2. Енді сан мәндерін орнына қоямыз. Масса 1 бізде 0,4, жылдамдығы 0,3, масса 2 0,2, 0,3. Так, сонда бізде 0,6 метр бөлінген секунд. Яғни С жауап дұрыс болады.